Үшінші приложение FaceApp деп аталады. Оған кіреміз, скачать етіп алыңыздар Play Market'тен. Және қараңыздар қалай фотоны өзгертетінін бәрін көрсетіп жатыр. Далені басаңыз. Далее басамыз тағы. Давайте начнем дейді. Көрдіңіздер ме? Шаш барлығын өзгертуге болады. Енді платный желінен біз төбеде тұрған X-ті басамыз. Разрешить. Енді бұл программамен жұмыс жасау үшін галереяны басасыздар. Галереядағы фотоны, менде фото дайындамалым бірінші. Не істейміз? Күйеуімді өзгертеміз енді. Так. 3 адам тұрса, біреуін ғана таңда деп тұр. Енді қараңыздар. Күйеуімді қыз қыламыз қазір. Енді қараңыздар. Мына жерде астында нелер бар ғой, прически дейді. Қойып көрейікші қандай болады екен. Осы приложениені көрсем күлкім келеді ше. Лысы етейін десем не екен? Посмотреть рекламу, яғни сатып алғыңыз келсе, мына рекламаны көрсеңіз, болмайды дейді. Ладно. Келесі. Мұны көрейікші. Мына шаш. Так, оригинал дейді. Так. Примерно осылай жасайсыздар, қыздар. Улыбка. Улыбканы қараңызшы. Күлмей тұр, мен күйеуім қазір күлдіреміз. Так. Енді бұл еркекке арналған приложениесі ғой, мына жердегі. Сіздер енді қыздың фотосы болса, мына жерде қызды өзі автоматын таңдап береді. Пол дейтінен қараңыз. Женщина. Осылай шоқылап ақтаратын болсаңыздар, күшті нәрсе жасауға болады. Шаштарыңызды ұзартып деген сияқты. Күйеуінің шашы күшті болып тұршы. Егер настроениеңіз көтергіңіз келсе, осы жерге кіресіз, өзгерте бересіз ғой барлығын. Очки таққызып көрейік. Көрдіңіздер ме? Как естественно сияқты, бірақ әдемілеп өзгертіп береді. Осыны жасап үйреніп алыңыздар, қыздар. Возраст бір молодой дегенді жасап көрейікші, қандай болады екен. Қараңыздаршы, бір школьник сияқты болып қалды. Сол сияқты, қыздар. Осылай өзгерте бересіздер. Кәрі шал қалай болады екен? Осылай өзгертесіздер. Енді бұл күйеуімнің фотосы болғаннан кейін мужчинаны шығарып беріп тұрды, ал сіздер өздеріңіздің қойсаңыздар, женщинаны қалай, әйелді, қалай не істеу керегін көрсетеді. Мен енді асығыс болып тұрмын, сондықтан барынша галереямда бар фотомен жасап көрдім. Сіздер де солай жасап жіберіңіздер.